Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырып жарықтың электромагниттік табиғаты. Біз бүгін жарықтың электромагниттік табиғатының негізгі аспектілерін, оның теориялық негіздерін, физикалық заңдылықтарын және практикалық қолдануларын қарастырамыз. Жарықтың электромагниттік табиғаты дегеніміз не? Жарық бұл электромагниттік толқын, яғни электр мен магнит өрістерінің кеңістікте таралатын тербелісі. Бұл тербелістер бір-біріне және толқынның таралу бағытына перпендикуляр болады. Максвелл 1864 жылы өзінің электромагниттік өрістерінің динамикалық теориясы атты еңбегінде жарықтың электромагниттік табиғатын ғылыми тұрғыдан негіздеді. Қазіргі физикада жарықтың толқындық және корпускулярлық фотондық қасиеттері бар екендігі мойындалды. Бұл оның дуальды табиғатын көрсетеді. Максвелл теңдеулері және жарықтың таралуы. Максвелл өрістің перпендикулярлығы, жарықтың жылдамдығы толқынның сипаттамалары арқылы сипаттады. Өрістің перпендикулярлығы өрістің электр өрісі мен магнит өрісі бір-біріне және толқын таралу бағытына қатаң перпендикуляр орналасады, және бұл олардың кеңістікте үйлесімді қозғалысын қамтамасыз етеді деген дәлелдеме қалдырды. Ал жарық жылдамдығы вакуумдегі жарық жылдамдығы тұрақты болып табылады және оның мәні шамамен 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі метр секундты құрайды. Бұл Максвелл теңдеулерінен шығарылады. Максвелл сондай-ақ толқындық сипаттамалар жарық толқыны жиілік, толқын ұзындығы және амплитуда сияқты сипаттамалармен сипаттады. Бұл параметрлер жарықтың түсін, интенсивтігін анықтайды. Жарық қысымы және Лебедев тәжірибесі. 1890-1910 жылдар аралығында орыс физигі Петр Николаевич Лебедев жарық қысымын дәл өлшеп, жарықтың қатты денеге импульс беретін экспериментальды түрде дәлелдеді. Лебедевтің тәжірибесі Максвеллдің электромагниттік теориясын толықтай растады. Жарықтың электромагниттік толқын екенін айқын көрсетті. Жарық қысымы келесі формуламен өрнектелді. Мұндағы пи шағылу коэффициенті, ал W толқын энергиясының орта тығыздығы. Жарықтың корпускулярлық табиғаты, фотондар және кванттық теория. Макс Планк 1900 жылы жарық энергиясы үздіксіз емес, дискретті порциялармен кванттармен таралатынын ұсынды. Әр кванттың энергиясы осы формуламен анықталады. Мұндағы H Планк тұрақтысы, ню жарық жиілігі. Бұл кванттар кейін фотон деп аталды. Фотонның энергиясы оның жиілігіне тура пропорционал болады. Фотоэффект және Комптон эффектісі сияқты құбылыстар жарықтың корпускулярлық қасиеттерін, яғни оның бөлшек ретінде әрекет ететінін дәлелдеді. Электромагниттік толқынның негізгі заңдары. Электромагниттік толқынның негізгі 5 заңын қарастыра кеттік. Шағылу заңы, сыну заңы, интерференция, дифракция және поляризация. Шағылу заңы түскен сәуленің түсу бұрышы шағылған сәуленің шағылу бұрышына тең болады. Түскен сәуле шағылған сәуле және түсу нүктесіне перпендикуляр бір жазықта жатады. Сыну заңы жарық бір ортадан екінші ортаға өткенде оның таралу бағыты өзгереді. Бұл құбылыс синус альфа, синус бета ортаның сыну көрсеткіші формуласымен сипатталады. Интерференция екі немесе одан да көп когерентті жарық толқындарының қабаттасуынан пайда болатын максимумдар мен минимумдардың тұрақты таралуы. Дифракция жарықтың кедергілерді орағытып өтуі немесе саңылаулардан өткен жарық шоғының кеңеюі. Бұл оның толқындық қасиеттерін көрсетеді. Поляризация табиғи жарықтың электр өрісі тербелістердің белгілі бір бағытына ғана жүруі. Бұл жарықтың көлденең толқын екенін дәлелдеді. Келесі кезекте электромагниттік толқындардың спектрі. Электромагниттік толқындар толқын ұзындығы мен жиілігі бойынша кең спектрді қамтиды. Радио толқындардан бастап микротолқындар, инфрақызыл көрінетін жарық, ультракүлгін, рентген және де гамма сәулелеріне дейін. Әрбір диапазондағы толқындардың өзіндік энергиясы, жиілігі және қолдану салалары бар. Мысалы, радио толқындар байланыста көрінетін жарық оптика, ал рентген сәулелері медицинада қолданылады. Толқындардың кеңістікте таралуын және энергияның таралу формулаларын әрбір физикалық құбылыстарды түсіндіру маңызды рөл атқарады. Теориялық есептерге келетін болсақ, жарық қысымы мен электромагниттік толқындардың энергиясы. Бізге электромагниттік толқынның энергиясын табуға көлемдегі электромагниттік толқынның энергиясы келесі формуламен анықталады. Бұл жердегі Е электр тұрақтысы, ал үлкен Е0 электр тұрақтысы.
ал үлкені электр өрісінің амплитудасы. Ал V деп тұрғанымыз бұл көлем. Бұл формула тоғының белгілі бір көлемде қанша энергия тасымалдайтынын көрсетеді. Лебедев тәжірибесіндегі жарық қысымы. Жарық қысымын есептеу үшін келесі формуланы қолданамыз. Бұл жердегі I жарықтың интенсивтігі, S жарықтың жылдамдығы, P шағылу коэффициенті, тығыздық, беттің қасиеттеріне байланысты. Мысалы, егер жарық толық сіңірілсе, P 0-ге тең болады, ал толық шағылса, P 1-ге тең болады. Электромагниттік сәулелердің практикалық маңызымен қолданылуы. Электромагниттік толқындардың зерттелуі ғылым мен техниканың көптеген салаларында революциялық өзгерістерге әкелді. Байланыс жүйелері ұялы телефондар, радиотеледидар, спутник байланыс және интернет сияқты заманауи байланыс құралдары электромагниттік толқындарға негізделген. Медицинада рентген сәулелері, диагностикада лазерлер, хирургияда, ал магнитті-резонанстық томография адам денесін зерттеуде қолданылды. Энергетика бұл күн энергиясы панельдер мен күн сәулелерінің электр энергиясына айналдырады. Бұл жарықтың электромагниттік табиғатын пайдаланудың жарқын үлгісі. Ғарыш технологиясы. Ғарыш аппараттармен байланыс орнату, жерді қашықтықтан зондтау және астрономиялық бақылаулар электромагниттік сәулелер арқылы жүзеге асырылды. Қорытындылай келетін болсақ, жарықтың электромагниттік табиғаты ғылым мен техника негізі. Жарықтың электромагниттік табиғатын түсіну біздің әлем туралы білімімізді кеңейтіп қана қоймай, көптеген технологиялық прогресті негізін қалады. Максвелл теңдеулері жарықтың электромагниттік толқын екенін теориялық тұрғыдан негіздеді. Лебедев тәжірибесі жарық қысымын дәлелдеп Максвелл теориясын растады. Планктың кванттық теориясы жарықтың бөлшек ретіндегі қасиеттерін ашып, дуальды табиғатын түсіндірді. Бұл алушылар байланыс, медицина, энергетика және басқа да көптеген салаларда қазіргі және болашақтағы зерттеулер мен қолдануларға жол ашты.